Бүгін сіздермен горшочекта жульен жасаймыз. Баршаңызға ассалаумағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жолдасым керемет жульеннің рецептімен бөліседі. Ең алдымен тауықтың төс етін мұздатқыштан алып, сәл ерітіп, осындай қатты болып тұрған кезде төрт бұрыштап турап аламыз. Турағанға сол кезде ыңғайлы болады. Бір ыдысымызға салып, пиязымызды да төрт бұрыштап тураймыз. Пиязды тауыққа қосамыз, және де маринадтаймыз. Тұз себеміз, паприка. Одан соң дәміне қарай қара бұрыш қоссаңыздар болады. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіш салыңыз. Сұйық май құямыз. Жақсылап тұрып, қолымызбен араластырамыз. Қалған заттарымыз дайындағанша бір шетке қойып қоямыз. Саңырауқұлақты видеодағындай тураймыз. Содан соң картопты жақсылап тазалап, жуып, видеодағындай төрт бұрышты үлкен етіп турап аламыз. Ірімшікті кішкентай тішесі бар үкіштен өткіземіз. Енді табамызға май құйып, жаңағы маринадтаған тауық пен пиязымызды салып, 2-3 минут шамасында араластыра отыра қуырамыз. Насильно магне қуырып аламыз. Келесі кезекте турап алған саңырауқұлақты салып, жақсылап араластырып, 2-3 минут шамасында қуырамыз. Бетінен асырып, ыстық су құямыз. Астын баяу отқа қойып, картопымызды салып, араластырып, бетін жауып, 7-8 минут шамасында бұқтырамыз. Дәмін татып көріңіздер, егер тұз жеткіліксіз болса, кішкене сеуіп жіберіңіздер. Енді сливкемізді құямыз, яғни кез келген 10, 20, 33% сливкеді қолдана береміз. Жақсылап араластырып, өте баяу отта 5 минут шамасында тағы да бұқтырып аламыз. Суы қатты тартылып кетпесін, сол үшін баяу отта пісіріңіздер. Міне дайын болды. Енді горшочектарға саламыз. Толықтай картобы осы горшочекта пісетін болады. Бетін жауып, 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 10-15 минуттай пісіреміз. Сол үшін картопты кішкене пісіңкіремей салуымыз керек. Пештен алғаннан кейін үкіштен өткізген ірімшігімізді жақсылап бетіне сеуіп, тағы да бетін жауып 5-6 минуттай пеште ұстаймыз. Енді өте дәмді болып шығады. 40-45 минут уақыттарыңыз алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе қонақтарға бір горшочектан осылай берсеңіздер, таңғалатын болады. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина және менің жолдасым. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.